Жұмыртқаның қабығында ағзаға тез сіңетін кальций бар. Кальцийдің жетіспеушілігінен бала рахитпен ауырады, тісі нашар дамиды. Жасы келген адамның омыртқасы қисайып, сүйегі омырылғыш келеді. Кальций алмасудың бұзылуы қанның азаюына, салқындауға бейім болады. Аллергияға, еріннің жарылуына және ағзаның радиацияға қарсыласуының әлсіреуіне әкеледі. Кальцийдің жетіспеуінен әйелдерде босану кезіндегі толғақ серейді, жатыр еті әлсірейді. Оның аздығы әсіресе аяғы ауыр әйелдерде қатты білінеді. Бұдан қалай құтылуға болады? Енді соған тоқталайық. Тауық жұмыртқасының сақталған қабығында кальций көп. Оны тамаққа қосып пайдалануға болады. Әрі ешқандай зиянды әсері байқалмайды. Алайда мұндай пайдалы қасиет үйрек жұмыртқасының қабығында жоқ. Сондықтан оны тамаққа пайдалануға болмайды. Тауық жұмыртқасының қабығы әсіресе 1 жастан асқан сәбилерге пайдалы. Балалар тамағына қосылған қабық рахит пен анемиямен күресуге ықпал етеді. Жұмыртқа қабығы балаға да, үлкенге де тырнақ сынғыш, шаш түскіш болғанда, тіс еті қанталап, іш қатқанда, тынышсызданған және ұйқы қашқан уақытта, астмада өте пайдалы. Жұмыртқаның қабығын жылдың басында, ақпан, наурыз айларында кальций алмасу нашарлағанда қабылдаған дұрыс. Ол үшін жұмыртқаны алдымен сабынды сумен жуып, мұқият шаяды. Ал қайнатып пісірілген жұмыртқаның қабығы пайдалануға дайын. Жас шамасына қарай мөлшері де өзгереді. Күніне 1,5-3 граммға дейін сүзбе немесе ботқамен қосып таңертеңгі тамақтануда қабылдау қажет. Жұмыртқаның қабығын киеліге ұнтақтаған тиімді.